Ардақты абайлықтар, құрметті жерлестер, бүгін сіздерге арнайы бейнеүндеу жасауды жөн көрдім. Абай облысы ұлы тұлғаның атымен аталған, алаш арыстарының ізі қалған, тарихы терең, табиғаты көркем өңір. Бұл біздің ортақ үйіміз, оны таза, жайлы, көрікті етіп ұстау әрқайсымыздың азаматтық борышымыз. Шын мәнінде біздің аймақ 9 жолдың торабында тұр. Ертістің екі жағасын жалғаған жалғыз көпірден екі алып көршімізге қарай көлік ағыны өтеді. Бұл тұрғыдан алғанда семейіміз аймақтық көлік логистикалық хабқа айналып келеді. Бұл бізге үлкен мүмкіндік бергенімен зор жауапкершілікті жүктейді. Шаһарымыздың тазалығы мен аймағымыздың абыройын алатын да осы тұс. Аймақ экономикасы, өнері мен мәдениеті, экологиясы мен тазалығы баршамызға ортақ. Ал тазалық дегеніміз жылына бір рет сенбілікке қатысу емес, бұл біздің өңірде қалыптасуы тиіс үлкен мәдениет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл жөнінде қалалар мен ауылдардың сәулетті, саябақтар мен ауланың таза болуы ең алдымен басқаға емес, өзімізге керек деп атап өткен болатын. Туған жеріміздің түлегені, тұрған ортамыздың кіршіксіз болғаны ең алдымен өзімізге керек. Облысымыздың тазалығы әкімдік пен коммуналдық қызметтің ғана емес, әрбір азаматтың, әрбір отбасының жауапкершілігі. Бір-бірімізге жанашырлықпен, қоршаған ортаға қамқорлықпен қарамасақ, күнделікті жүретін көшелерімізді, балаларымыз ойнайтын аулаларымызды сырттан ешкім келіп тазалап бермейді. Осы мақсатта президентіміздің бастамасымен қолға алынған Таза Қазақстан бағдарламасы аясында біз облысымызда жалпы өңірлік сенбілікті бастағалы тұрмыз. Бірақ бұл бір реттік акция емес, жыл бойы жалғасатын жақсы дәстүрге айналуы тиіс. Бастаманың баянды болуына септігі тиер деген ниетпен біз арнайы байқау жариялап, үздік аудан, үздік ауыл, үздік аула, үздік университет, үздік колледж, үздік мектеп, үздік балабақша, үздік көше, үздік мекеме және тағысын тағылар осындай номинациялар бойынша шынайы жанашыр жандарды анықтаймыз. Әрине, жеңімпаздарға қомақты сыйлықтар да тағайындалады. Қадірлі Абай облысының тұрғындары, туған жеріміздің тазалық үшін жұмылу әрқайсымыздың перзенттік парызымыз. Мен осы ретте бизнес өкілдерін, іргелі оқу орындарын, патриот жастар мен еріктілерді, бірлігі жарасқан кәсіпорындар мен ұйымдарды осы игі іске белсенді араласуға, атсалысуға шақырамын. Биыл аймағымыз атын иеленген Ұлы Абайдың 180 жылдығы. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Президентіміз айтқандай, бұл мерейтойды лайықты деңгейде атап өтуіміз керек. Біз бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай бірігіп, бұл шараны жақсы атқаруға тиіспіз. Бірлік танытатын тұстың бірі осы сәт ағайын. Себебі біз еліміздің түкпір-түкпірінен келетін қонақтарға көркемде таза қаламызды ұялмай көрсете алуымыз керек. Облыс орталығы ретінде екінші тынысы енді ғана ашыла бастаған қаламыз ешбір шаһардан кем емес. Біз еліміздің мегаполистері Астана, Алматы, Шымкент сияқты ірі қалалардан үлгі алуымыз керек. Жалпы тазалық акциясына ерекше мән беретін шет мемлекеттерде аз емес. Территориясы біздің облысымыздан бірнеше есеге кіші Эстонияда басталған осындай акция әлемдік тазалық күніне айналды. Ал бәріміз жақсы білетін тазалық мәдениеті қалыптасқан Жапонияда тазалық күндері іс-шарасы жиі өткізіледі. Қоғамдық орынның тазалығы әр азаматтың мәдениеті мен ұлтқа деген құрметінің айнасы. Тазалықты сақтау тек тәртіп емес, бұл ішкі құндылығымыз. Дінімізде тазалық иманның жарысы делінсе, ал дана халқымыз тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі деп бекер айтпаған. Бұл халқымыздың өмірлік философиясы мен бүгінгі талапқа сай ұстанымының үндесуі. Облыс әкімдігі тазалыққа байланысты міндеттемелерін орындай береді. Қордаланған мәселелер рет-ретімен кезең-кезеңімен шешіледі. Биылдың өзінде облыста 400 шақырым жол жөнделіп, ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 223 шақырым жол қайта жаңғыртылады. 77 мың түп ағаш егіледі. Сондай-ақ биыл Семей қаласында 22 ауланы абаттандыру жоспарланып отыр. Оның 11-і сол жағалауда, 11-і оң жағалауда. 8 қоғамдық орын қайтадан жаңғыртылады. Биыл облыс орталығында 210 автобус аялдамасы орнатылады. 60 жаңа автобус аламыз. Қала жолдарын тазалау үшін мердігер компаниялар қазірдің өзінде түрлі типтегі 10 арнайы техника сатып алды. Алдағы уақытта да көше тазалайтын техникаларды алатын боламыз. Биыл Семейде 10-нан астам, аудандарда 100-ге жуық көшені
жарықтандырамыз. Сондай-ақ Семейдегі жылу жүйелерін жаңғырту мақсатында 6 жоба іске аспақ. Бұл жылу тапшылығын айтарлықтай азайтады. Демек, мектеп, балабақша, тұрғын үйлер, қонақ үйлер мен ірі сауда орындарын салуға мүмкіндік туады. Қадірлі жерлестер, Абай облысының әрбір тұрғыны туған жердің тазалығына, көркеюіне бірге үлес қосайық. Алыптар түлеген киелі топырақтың ажарына әр беру әрқайсымыздың қасиетті борышымыз. Баршаңызды жалпы өңірлік сенбілікке белсенді атсалысуға шақырамын. Бастаманы барлығыңыз бір кісідей қолдайды деп сенемін. Биыл күзде сіз болып, біз болып тазалық акциясының жеңімпаздарын бірге анықтайық. Ендеше іске сәт деймін. Бастамамыз берекелі болсын.